Бала кезіңізде кімге ұқсағыңыз келетін? Бала кезде өзіңіз білесіз, үлкен машина айдап жүрген көкелеріміз болады. Соларға ұқсасақ екен, менде де осындай үлкен машина болса екен, жаңағы деді ғой, КамАЗ айдасам екен, ЗИЛ айдасам екен, немесе жаңағы үлкен кәсім сот айдасам екен деген арман болды. Бірақ кейін 1980 жылы Москва олимпиадасында біздер Серік Қонақбаев ағамызбенен Жақсылық Шүкіров ағамызды телевизордан көрдік та ойладық. Мен де осындай ағамыз сияқты айтады ғой, спортта жарқыда қалсам екен, осы ағаларым сияқты қазақтың намысын қорғасам екен деген арман оты көкірегімізде лаулап жанды. Сол арман оты бізді спорт залға алып келді. Біздер бокспенен шұғылдана бастадық. Менің кумирім ол Жақсылық Шүкіров және Серік Қонақбаев. Кәсіпқой боксқа ауысуды армандадыңыз ба? Ол жақтан ұсыныстар болды. Мен ол жаққа кетпеуімнің де бір себебін айта кетейін. Мына бала көкпар шапса, анасы үйде отырып тақымын қысады дейді. Мінекей, мен рингке шыққан сайын, әкем де, шешем де рингте мені көріп, қатты қобалжып, переживать етіп, ойпырмай не болар екен деген қатты қобалжыс үстінде болады. Сондықтан да ол кісілер маған айтты: кәсіпқойыңа да рахмет, басқаңа да рахмет, олимпиада чемпионы болдың ба? Болдың. Осы алған биіктігіңнен төмен қайт. Болды. Осы бізге жеткілікті. Қазақтың абыройын үлкен межеге, үлкен дәрежеге көтердің. Саған рахмет. Енді осыменен боксты қоя қойсаң жақсы болар еді деп. Бокс енді өзіңіз білесіз, ол басқа спорттың түрі емес, футбол емес, басқа емес. Сондықтан да маған айтты әкешем: боксты қойғаның дұрыс деп. Ал негізі Америка құрама штаттарынан, Канададан, Ұлыбритания, Англиядан және Австралиядан көптеген менеджмендер, промоутерлар келіп маған ұсыныс жасады. Өте жақсы ұсыныс жасады. Бірақ мен ешқайда бармадым, Қазақстанда қалдым және үлкен спорттан кеттім. Қазақ спортшыларына жасалған ең үлкен әділетсіздік? Қазақ спортына жасалған әділетсіздік, мен шынында келгенде менің әріптесім, менің інім, менің артынан келген Илья Ильин, я болмаса тағы да басқа спортшылар өткенде допинг дауына душар болды. Допинг дауына душар болып, ол бүткіл жеңген 2 олимпиада медальдарын, әлем чемпионаттарының алтын медальдарын бәрін алып жоққа шығарды. Шынына келген кезде мен бұмен келіспес едім. Допингке мен мүлдем қарсымын. Допингсіз спорт болу керек, спорт таза болу керек. Ал Илья Ильиннің жағдайында мен ойламаймын, Илья Ильин ол допингті арнайы қолданып, сөйтіп чемпион болу үшін қолданып деп. Бәлкім оның тамағына салып жіберді, тағы да басқа жағдай болды. 8 жыл уақыт өтіп кетті, мысалы. 8 жыл уақыт өткеннен кейін барып, оның алтын алған медальдарын бәрін жоққа шығарып отыр. Осыны мен есептеймін спорттағы үлкен қиянат, біздің ауыр атлетшілерге жасаған қиянат. Сондықтан да мен оған қарсымын. Илья Ильин мен үшін чемпион, мен үшін олимпиада чемпионы. Сондықтан Илья Ильин алға Қазақстан. Өзіңіз қиянат көрген кезіңіз болды ма? Мен бокстан олимпиада чемпионы, мен кімге ренжимін? Мен ешкімге ренжімеймін. Бірақ кезінде, Совет одағы кезінде мен КСР-ның чемпионы бола тұра Европа чемпионатына баруым керек еді. Бірақ мені алмай грузин боксшысын алып кеткен. Сол үлкен, сол қиянатты көріп, соңғы әкеме келіп баруым керек еді. Мен бармай қалдым, мен мүлдем боксты тастаймын деп ашуға түскен кезде әкемнің айтқан сөзі есімде. Әкем айтты: айналайын балам, сен еңбегіңді төрешілер, бапкерлер, тағы адамдар, басқа адамдар жесе жей берсін, бірақ Алла тағала жемесін. Еңбектен сен Алла тағала бәрін көріп тұр, сенің еңбегіңді бағалайды деп айтқаны сөзі есімде. Ең қатты қобалжыған жекпе-жегіңіз? Егер мен спортшылардан сұраса, чемпионсыз, сіз қобалжыдыңыз ба, қобалжымадыңыз ба десе, кейбіреулер айтуы мүмкін: мен қобалжыған жоқпын, мен рингке шықтым да
мүлдем бәрін немесе коверға шықтым, аренаға шықтым да бәрін жеңіп кеттім, қобалжымадым деген спортшылар болса, сіздер оған сенбеңіздер. Ол өтірік айтыпты. Негізі әр адамның бойында ол қобалжу болу керек. Қобалжыдым, мен де қобалжыдым, әр рингке шыққан сәттерде қобалжыдым. Бірақ ең басты бір сәт, өздеріңіз белгілесіз, ең басты айқас Сидней Олимпиадасының алтын жүлдесі үшін румындық боксшы Марин Симемен шықтым. Сол кезде қобалжыдым. Бірақ өзімнің қобалжыған сәттерімді жасыра білдім. Сөйтіп чемпион болып халықтың сенімін ақтадым. Бақыт деген не? Мен көп ой түйіндеймін, көп оқимын. Мысалға Стив Джобс деген үлкен айтады ғой, Apple компаниясының басшысы болған мультимиллионер. Сол өзінің онкология ауруынан қайтыс болып жатқан кезде де ол кісі айтты, өмірдің ең бақытты сәттері ол бай болу емес, ол керемет болу емес, ең басты мақсаты ол өзіңнің жақсы көретін адамдарының қасында болу және солармен жақсы керемет сәттерді өткізу. Бақыт деген ол не деген кезде көп адамдар дұрыс айтады. Ол бақытты өмір деген болмайды, ол бақытты сәттер болады тек қана. Ал бақытты сәттерді мен есептеймін, ол өзіңнің жақсы көретін адамдарыңмен, бала шағаңмен, жұбайыңменен, әке-шешеңмен, туған туысқандарыңменен, әріптестеріңменен болған бір сәттер, солармен бір қуаныштарды бірге бөліскен сәттер, міне осының бәрі айтады ғой, бақытты сәттер. Ал өмірдің мәні осы жақсы көретін адамдармен бірге көп уақыт өткізу, солармен бірге жақсы жерлерде болу. Қазақтың бір жақсы сөзі бар: асың барда беріп жүріп ел таны, атың барда желіп жүріп жер таны дейді. Сондықтан да желіп жүріп жер таныңыздар, адамдармен араласыңыздар, көпті көріңіздер. Көп жасағаннан емес, көп көргеннен сұра дейді. Сондықтан көп көріңіздер, көре көсем болыңыздар, сөйлей шешен болыңыздар. Егер қазір 2 күндік сапарға билет берілсе, қайда барар едіңіз? Мен 2 күндік сапар маған беретін болса, мен мына Латын Америкасына сапар шегер. Латын Америкасындағы маған өте бір қызықты мемлекеттер бар. Ол Чили деген мемлекет. Чили. Әлі Чилиге барып көрген жоқпын. Бразилияға дейін барып қайттым, бірақ ары қарай жете алмадым Чилиге. Сондықтан мына Чили деген мемлекет бар. Сол Чилиді адамдар қалай өмір сүреді, соларды көріп келсем, солармен әңгімелесіп келсем, солардың тұрмысын көріп келсем деген ойым бар. Сондықтан мен Латын Америкасына сапар шегер едім. Батыр қорқа ма? Батырдың бойында да қорқақтық сезім бар. Батыр бірақ өзінің қорқақтық сезімін жасыра алады, ол батырлығын көрсете алады. Ал қорқақ ше? Қорқақ ол өзінің бойындағы қорқақтық қасиетін жасыра алмайды, ол сыртқа шығарып қояды. Мінекей батыр мен қорқақтың айырмашылығы тек осында ғана. Сондықтан мен де қорқам, мен де сескенем, бірақ өзімнің сескендігімді, қорққандығымды жасыра аламын. Жасыра алып, айтады ғой, қорықпай тұрған сияқты түр көрсете аламын, мінез көрсете аламын. Соған лайықты боламын. Сондықтан да мен бәлкім Олимпиада чемпионы шығамын. Сондықтан да қорықпайтын адам болмайды. Сондықтан батыр болыңдар. Баладан батыр шығу үшін оны қалай тәрбиелеу керек? Баладан батыр шығу үшін бірінші кезекте баланы кішкентай кезінен спортқа беру керек. Спортта балалар өзінің денесі ширақ, өз-өзіне тұра алатын, бойы ұзын, көңілі ширақ, сондай азамат болып өседі. Сондықтан да спорт барлық нәрсені шешіледі. Бірақ тек қана спорт екен деп спортқа бере сап білімді ығыстырып тастауға болмайды. Бірінші кезекте чемпионның өзі ой өрісі дамыған, білімі асқан, сондай керемет адамдар ғана чемпион болады. Сондықтан да білімге де көңіл бөліңіздер, спортқа көңіл бөліңіздер. Бір сөзбен айтқан кезде бала бос уақыт таппау керек. Оқу керек, жаттығу керек, және тағы да серуендеу керек, басқа да үлкен заттарды істеу керек.
Бекзат Батыр туралы қызықты естелік. Мына Таиландта біздер оқу жаттығу жиындарында жаттығу жасап жатырмыз. Сол кезде баскетбол ойнап жатырмыз. Баскетбол ойнап жатқан кезде доп ұшып кетті, ана баскетбол площадкасынан ары қарай ұшып кетті. Бірақ енді Таиландта сондай мынандай стекло дейді. Айна стекло, ол жерін тап-таза қылып сүртіп қойған. Ол жаңағы стена жоқ сияқты, бірақ стена алдында жаңағы айна тұр. Ал доп каким-то образом ана жақтан былай ұшып кетті. Бекзат жаңа допты қуып жетемін деген жақта алдында айна тұр. Ол оны көрмейді. Біздер мына жақта айқайлап жатырмыз. Тоқта, алдында айна тұр деп. Ол айнаны көрмейді. Жүгірген бойда допты алам деп кетіп бара жатыр. Сол жүгірген бойда барып жаңағы стеклоны барып баспен соқты. Көрмейді алдындағы айнаны. Сөйтіп Бекзат Сыдырханов ол рингте ешқандай нокдаун алып көрмеген бала нокдаун алған кезі болды. Сондай елдің бәрі күліп жатыр, бәріміз күліп жатырмыз. Ол да басын ұстап нокдаунда жүр, ол да күліп жатыр. Сөйтіп сондай бір қызықты жағдай болған. Сіздің бойыңыздағы ең жақсы қасиет? Енді мен өзім айтып жатқан есептеймін, ол дұрыс емес шығар деп есептеймін. Бірақ жора жолдастарымның айтатыны және басқалардың да айтатыны, мен ең басты қасиетім сабырлымын. Көп жағдайда елдер күйіп, пісіп жатқан кезде мен айтады ғой, беймарал, емін еркін отыра берем. Соны айтам, асықпаңдар, ренжімеңдер, сабырлық танытыңдар деп сабырлық танытып аяқ жағында жеңіп кетіп жатам. Сондықтан да сабырлы болыңыздар, сабыр түбі сары алтын, сабырлы жетер мұратқа. Адамның қандай қателігін кешіруге болады? Адамның енді мен ойлаймын да, адамдар қателік жасайды. Адам болғаннан кейін қателік жасайды. 4 аяқты жылқы мал да сүрінеді. Сондықтан адам өмір сүргеннен кейін, ол бір үлкен жұмыстарды істегеннен кейін міндетті түрде қателіктер болады. Ол қателіктерді кешіре білу керек. Мен сіздерге айтайын, адам өмір сүрген кезде олар ойлайды, мен ананы қастастам, ананы кешірмеймін, ол бұламаған осындай қиянат жасады, осындай сатқындық жасады, ондай да болады, сатқындық жасады дейді. Бірақ мен ол адамдарға айтар едім, сабырлы болу керек және кешірімді болу керек. Және біреуге жасаған, айтады ғой, жақсылығыңды ұмыт дейді. Ал біреудің сізге жасаған жамандығын ұмыт дейді. Мінекей осындай жағдайда өмір сүрсеңіз, сізде бәрі өте жақсы болады. Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып шал болған соң кетті шамаң. Мақтап жүрген өмірің осы болса, үш-ақ ауыз өлеңмен болды тамам дейді. Сондықтан мына қысқа ғана өмірде біреуге ренжіп, біреуге кек сақтап, біреуге қастандық жасап жүрген ол адамға жараспайды. Сондықтан да кешірімді болыңдар, қателікті жасамауға тырысыңдар, бірақ қателік жасаған жағдайда кешірімді болыңдар, сабырлы болыңдар, біз сөзбен айтқанда. Жақсы жар таңдауда нені ескеру керек? Енді бір сөзбен айтқан кезде бұл жерде мен жастарға ақыл айтпаймын. Бұл жерде айтады ғой, кімді жақсы көресіз, кімді ұнатасыз, сонымен үйлену керек. Және уақытты жоғалтпаңыздар. Үйленіп, бала туып, бала келешекті тәрбиелеңіздер дейді. Мінекей, сондықтан да көп жүре берудің де қажеті жоқ. Ұнады ма? Бір жыл жүрдіңіз ба, жеткілікті үйленіп, семья құру керек. Және үйленген адамыңды сыйлай білу керек. Сыйласаңыз, барлық нәрсе дұрыс болады, орында болады. Ажырасу көп болып кетті соңғы кезде. Неге ажырасу көп болып кетті? Себебі бір-бірін сыйламайды, бір-бірін кешіре алмайды. Сыйлау керек. Әйелді әйел қалпында сыйлау керек. Оларға құрмет көрсету керек. Көп нәрсе ер адамдарға байланысты. Ер адамдар өзінің жарын қалай сыйлайды, солай бәрі болады. Сондықтан да ерлер, сіздер мықты болыңыздар. Бір сөзбен, сіз кімсіз? Менің атым Ибраим Фермахан. Мен бокстан олимпиада чемпионымын. Мен қазақтың азаматымын.
бір сөзбен айтқан кезде осы өмірде менен қандай пайда болады, мен кімге өзім өнеге бола аламын, кімге мен пайда келтіре аламын. Міне сол себептен өмір сүріп жатқан сияқтымын. Сондықтан да менің бүгінгі айтқан сөздерімнен бір нәтиже шығарсаңыздар, мен бір үлкен биікке көтерілгенім болып саналады.